Сәлематсыздар ма балалар? Дүние тану сабағы. Сабақтың тақырыбы дұрыс тамақтана біл. Бүгінгі сабақта сен адам ағзасына пайдалы және пайдасыз тағамдарды ажырата білуді үйренесің. Өткен сабақты қайталап жіберейік. Мектепте кімдер жұмыс жасайды? Оқушыларға үзіліс не үшін беріледі? Үзіліс кезінде өзіңді қалай ұстауың керек? Енді бүгінгі сабаққа көшейік балалар. Адамның ең үлкен байлығы денсаулық. Ал денсаулықты, ағзаның күшін нығайтудың басты кепілі дұрыс тамақтану. Тамақтану адам ағзасы үшін аса маңызды қажеттілік. Біздің денсаулығымыз көбінесе қалай тамақтануымызға байланысты. Дұрыс тамақтану денсаулық негізі. Ой еңбегіне, іс әрекетке де күніне көп күш-қуат жұмсалады. Ол қуатты ағзаға қажетті қоректік заттарды біз ішер астан аламыз. Ендеше біз бүгін сабағымызда осы тамақтану туралы сөз қозғамақпыз. Тағамның құрамында ақуыз жеткілікті болса, сен тез өсесің. Ағзада көмірсу қоры көп болған сайын, адам шыдамды келеді. Май біздің ағзамызға мол күш-қуат береді. Біздің ағзамызға минералды тұз бен дәрумен қажет. Азық-түліктер құрамына қарай өзі үшке бөлінеді. Нәруыздар, көмірсулар, майлар. Нәруыздар бар тағамдар олар сүт, ірімшік, ет, бұршақ, жұмыртқа. Көмірсулар бар тағамдар нан және ұннан жасалған тағамдар. Және де майлар бар тағамдар оларға балық, қаймақ, сары май жатады. Жеміс-жидек пен көкөністер дәруменге өте бай. Сенің ағзаңа қажетті өнімдердің құрамында қандай дәрумендер бар? Олардың қандай пайдасы бар? Соған тоқталып өтейік. А дәрумені көздің көруін жақсартады. А дәруменіне сәбіз, қызылша, баклажан жатады. Б дәрумені ағзаны нығайтып, күш-қуат береді. Б дәруменіне ұннан жасалған тағамдар жатады. С дәрумені иммунитетті көтеріп, ауруға қарсы тұрады. Оған қарбыз, лимон, апельсин, алма, алмұрт, жүзім жатады. Д дәрумені сүйектерді қатайтады. Оған балық, балықтың майы жатады. Және Е дәрумені жетіспеген кезде шаш сиреп, шаршағандық пайда болады. Терінің қартаю процесі жылдамдайды. Оған жемістер мен көкөністер жатады Е дәруменіне. Суретке қарайықшы, қандай көкөніс көріп тұрсыздар? Дұрыс, бұл асқабақ. Енді қараңыздаршы, бір ғана асқабақтың өзінде бірнеше дәрумен бар. Қандай дәрумендер бар? А, Е, С, В1, В2, В5 дәрумендері бар екен. Суретте сіздерге пайдалы және зиянды тағамдар берілген. Пайдалы тағамдар олар жемістер мен көкөністер және сүт тағамдары. Ал зиянды тағамдар олар газдалған сусындар, тәтті шоколадтар, чипсы, майонез, сағыз, олар зиянды тағамдарға жатады. Сол дұрыс тамақтанбаудың салдарынан адамда семіздік пайда болуы мүмкін, немесе асқазан ауруы пайда болуы мүмкін. Дұрыс тамақтану кестесінің дұрыс емесін сызып тастаймыз кәнеке. Бірінші, тамақтанып отырған кезде қатты сөйлеме, қолды сермеме. Дұрыс. Тамақты ішіп, тамақты шайнамай жұта сал. Дұрыс емес. Тамақ ішер алдында қолыңды сабындап жума. Дұрыс емес. Ұйықтар алдында тойып тамақ іш. Дұрыс емес. Тамақтан бұрын тәттілерді көп же. Дұрыс емес.
Тамақты асықпай, жақсылап шайнап жеу керек. Дұрыс. Сүт, жемістер мен көкөністер біздің денсаулығымызды құртады. Дұрыс емес. Тамақ ішіп болған соң рахмет айт. Дұрыс. Осымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.